Шыңғыс жана енді эфирдің басында көптеген сіздерге Диана екеуіңізге Анара жақтан бір коммерческий жұп деген сияқты қалып, Мирас пен Бота бар оның арасында. Сондай бір тіл тигізе кетті. Оған қалай не айтасың? Енді ол Анараның айтқан себебі андай ғой, енді біз Анараға айттық, сендерден коммерческий жұп көреміз деген сияқты қылып, Анара басында мәз болып, майыс болып сөйтіп отырды да, қалай бірлік, бізде достықтан басқа дым жоқ деп еді. Анараның кішкене настроениесі бұзылды да, бізге қарай атакаға шықты ғой. Негізі Анараның сол жаңағыдай біздің арамызда тек достық дегеніне қарағаннан кейін, өзің де айтып отырсың, бір көңіл күйі түсіп кетті деп, мен де былай сырт жағынан бақылап көріп отырмын. Бір как будто бір андай бір іштей бір сезім болып тұрып, содан кейін бір бірлік өзінің отказын бергеннен кейін бір көңіл күйі түсіп кеткен сияқты болды да. Ал сендерші, Диана екеуің коммерческий жұппыз деп есептей аласыңдар ма? Өздеріңе әлі шынайы ма барлығы? Есептей алмаймын, өйткені бізде бір іште бір сезімдер болды да. Егер коммерциялық жұп болсақ, біз неге 8-ші маусымда оны жасамадық? Неге именно 9-ші маусымға жасап отырдық та? Бір жылдай болып қалды, біраз уақыт болды, біраз уақыттан кейін ашылған сезім деп айтып отырсың ғой. Құрметті көрермендер, бұйырса осы комментарий YouTube желісінде сұрақтарыңыз болса, Шыңғысқа жалпы қоя кетсеңіздер болады. Және де осы жерде ортада бізде Тәтті мен Мадихат, олар туралы ойын қалай? Жаңа айтып отыр ғой, отбасылық жағдайда 50-50 болу керек сияқты деген сияқты. Сырт жақта басқа әңгіме айтты, бірақ та студияға келгеннен кейін мүмкін қатысушылардың мысынан басылып қалды ма, әңгімесі өзгеріп кеткен сияқты болды, жалпы ода емес әңгіме, бірақ отбасылық жағдайда 50-50 бөліну керек пе? Қаражат? Жоқ, негізі былай басында қызыл болып жүрген кезде кездесудің бәрін ер адам көтеру керек. Ол сама собой сондай әңгіме көтерілетін. Отбасы болғанда негізі общий болу керек. Общий дегенде ер баласының ақшасы жалпы общий болу керек андай. И былай ер баласы ақша ұстағанды жөн емес, негізі әйеліне беріп қойған дұрыс. Көп жерде жалпы ер адамда финансовый грамотность деген нәрсе көп бола бермейді дейсің, сол себептен өзімнің қаражатымды Дианаға ұстатамын деп тұрсың ғой. Мен енді қалтамда болады ғой, ақша болған кезде менде бір-екі күнде жоқ болып кетеді ол ақша. Қаяққа құртқанымды, не істегенімді. Жалпы сенің отбасыңда, өзіңнің отбасыңда ата-анаңның қаражат кім ұстайды үйде? Мама ұстайды. Мама ұстайды, әкең керек кезде сұрап отырады ол нәрсені. Ал ертең полностью бүткіл жүкті Дианаға артып тастап беріп қоясың ба, мысалы, қаражаттың барлығын? Қаражаттың барлығын мен беріп қоюға енді дайынсың, дайынмын, ертең анда-мында шығып, Диана енді қыз баласы болғаннан кейін маникюрі болады, жаңа педикюрі. Ол жерде ақшада тұрған дым проблема жоқ. Енді ер адамдар жұмыс істейді, отбасын асырау үшін, қыз балалар сол ер адамның асырауы үшін жүреді ғой, негізі. Негізі керемет, негізі Чинаны Диана бір орнына қойғандай болып жүрді. Бір последнее время негізінде Чинаға бірдеңе айтсаң бір деп басылып қалып, бұрынғыдай әңгіме айтпайды. Қазір Диананың көңілін қас-қабағына қарайды деген сияқты. Диананың өзі де қарап тұр бізде. Болашақта осы Мадихат пен Тәттінің арасында қандай болашақ көресің, өзіңнің ойыңды айтып кетсең? Ойым енді екеуі де минус пен минус қой. Бір жағында минус пен минус қосылса плюс болады дейді ғой. Может сөйтіп бақтар жан кетеді, бірақ екеуі де андай скучный пара болады ғой, қалай айтсам болады. Айтатын әңгімелер жоқ ортада деген сияқты. Бірақ алғашқы күнде, суббота күні келген кезде өзінің ән шырқауын, әнін көрсетті, жалпы өзінің қандай еркек екенін, Ақтөбе қаласынан келгенін, барлығын күшті әңгімелеп отырды да, біз барлығымызға ұнады. Ол Мадихат, біз ойладық енді Тәттіден бірінші кездесуден кейін бір үлкен бір жаңалықтармен келетін шығар, бір-бірін көптен біліп келетін шығар деп ойладық, бірақ та бұл жерде қазір тек жаңа бір-екі проблемаларын айтты, жаңағыдай өздерін бір-бірін қатты бір аша алмаған сияқты. Сенің ойың, Мадихаттың ойы Тәттіге деген қандай оймен келді деп ойлайсың? Бір арам ойлар келіп қалмай ма анда-санда негізі? Жоқ, ондай арам ой жоқ. Мадихат шынайы үйлену үшін келген адам ғой. Бұл жерде мен Тәттіден көремін көп затты. Тәтті енді үйде отырып қалған қыз емес, жұмыс істеп кішкене демалып үйренген. Вот соған кішкене Мадихат қарсы болатын сияқты, үйде отыр, жұмыс істеме деген сияқты қылыпшы. Сондай. Мында жазып жатыр да, енді біздің Диананың көбіне бір эфирде отырып қатты бір ащы сөздер айтып қалатыны бар. Сол жағын қалай басасың деп сұрақ қойып жатырсың. Көзіндегі жанарын өшіргім келмейді. Біріншіден сол себепті ол маған қалай бар, солай айтты, сөйлей берсін. Маған оның сөйлегенін ұнайды. Андай ғой, мен жалпы көп сөйлейтін адам емеспін да, маған борыш тыңдаған ұнайды. И сол себепті маған Диана ұнайды. Диана жақсы, енді сөйлеген үшін ұнайтын болса, кейде ауыр сөздер айтып қалады дедім ғой жаңа. Ауыр сөздерді мысалы халықта кейде айтып қалады, Диана бұның артық сенің
бұл сөйлегенің артық, жалпы қатысушылардың арасында да артық. Кей кезде әйелдің аузынан шыққан сөзі артындағы еркегіне тиіп кетуі мүмкін да. Сол жағдайларда өзіңді қалай ұстайсың жалпы? Барынша сабырлықпен түсіндіресің бе, әлде бір мысыңмен басып, жаңа о жоқ, енді дұрыс, қыздың көзінен отты сөндіруге болмайды әрине. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады дейді. Дұрыс, оның барлығы дұрыс, бірақ та кей кезде өзінің границасына шыққан кезде артық айтқанда өзінің пікірі ғой, ол кім қазір не демей жатыр бұл өмірде. Әркім әрқалай жеткізе алады, жеткізе біледі ғой. Сол себепті мен оның өзінің пікір ретінде қабылдаймын. Ал былай Диана өмірде ондай ашық сөйлейтін адамдардың қатарына емес қой, прямо ашық сөйлейтін. Жалпы біздің осы сезім бағының ортасында қазір қатысушылардың арасында екіден екі жұп бар. Біреуі жұп, Жас пен Мирас, ойбай, Мирас пен Бота, кешірім сұраймын. Біреуі таныстықта, сендер Диана мен сен. Және де мынандай сұрақ қойғым келеді. Сендердің араларында қазір көптеген қолдаушылар болып жатыр, көп хейтерлер болып жатыр. Сол хейттарға екеуің қалай төтеп беріп жатсыңдар? Көңілдеріңе алып оқисыңдар ма ол нәрсені? Жалпы араларыңа түсетін адам жоқ па? Жоқ, прямо араға түсетін адам жоқ. Наоборот, бізді қазір халық андай қолдап жатыр, бақыт тілеп жатыр. Олар бақыт тілемегенде біз қалай бақытсыз болып қаламыз деген. Ассалаумағалейкум, Шыңғыс, қалың қалай? Уағалейкум ассалам, жақсы шүкір, өзің қалайсың Дәулет? Шүкір, аман. Сен таныс қалай болып жатыр жалпы Дианамен? Үй іші көзқарас қалай болып жатыр? Көрген шығар енді. Бәрі ойдағыдай. Енді мамаға Диана бұрыннан бері ұнайды, қуанып жатыр. Қуаныш жаңалықтар көп, өте көп. Бақыт тілеп жатыр дейсің. Жалпы айтып жатады ғой, махаббат 3 жыл жасай ма деп. Қалай ойлайсың, махаббат расымен 3 жыл ғана ма әлде одан кейін де? Жоқ, негізі махаббат шексіз ғой. Мен үшін шексіз, Қарым-қатынас басындағы сезім мен кейінгі сезімнің айырмашылығы қандай? Енді басындағы сезім андай бір-бірінен ұялып, кішкене қызғаныштық сезім болады. Сезімдер көп қой, бөліне береді ғой. Бір-біріне үйренісе алмайды дейсің. Иә. Одан кейін уже дым Жалпы қалай айтсам болады, бүкіл заттың қадірі кете ма, или қалай кетпей ма? оны махаббаттан көреді. Неге ақталып жатсың Таңатқа? Қысқа әңгімелеп айтқан ғой. Таңаттың сөзін тыңдайсың ба сонда? Таңаттың сөзін қаншалық тыңдайсың? 80%. 80%? Ағам ғой просто. Тек ағаң ретінде сыйлайтын. Иә. Қостыра алмай жатсың ба? Жоқ, қостырған емес әңгіме. Неге сен Өзің деген. талаптар қоясың деп жатқаным? Бар ауысып кел. Неге? Тіпті жылыңа шығам ба? Көзімен қазір жұмсай қара. Ойлап жатыр. Қай қызды қарату керек бұл? Білмеймін. Диана әпшем айта береді ғой. Қақ алдында көк көмек киіп алған бір қыз тұрады да, сен киіп алған. Сол қыз әлі қаратамай жүр да, ойла қасым отырса бақытты болатын едім деп, бірақ ойла қарамай жүр. Жоқ, қашан айтылған сөз ол? Мынандай ғой. Бұл детский әңгіме ешқашан тоқталмайды. 8-де де болған, 9-да да болады. Әзілдеп жатыр. Просто енді ойланып қарамай қойған өтіргіміз. Енді прикол ретінде айтасың ғой, бойын айтамын. Бәрін айтамын ғой. Шынымен сондай болды ма? Жоқ, Ой, әзілдеп жатыр. егер тағы айтатын болсаң бүйтемін дедім. Қазірдің өзін айтып жермін. Ренжідім ғой. Айтпашы, фотосалдар қоспашы. Әне көрдіңіз өз айтты. Қоса береді мен қосып. Шанс жоқ жәке. Шанс сұрап жүрген жоқпын. Қабат деген. Енді не істейміз? Шанс сұрап жүрген жоқпын деп өтіп суға салып. Шын ғой, мен шанс сұрап жүрген жоқпын ғой, құрсы. Бірлік, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалай, демалыс қалай өтті? Жақсы шүкір. Өздеріңізде? Шүкір, амансың. Жалпы махаббат 3 жыл жасай ма деп жатады ғой. Қалай ойлайсың, махаббат 3 жыл ғана жасай ма, әлде мәңгілік па? Махаббат мәңгілік болады. Неге екеуің қоссайын? Жарайды. Мен ата-анамның примері бар. Екеуі сүйіп қосылған. Әлі күнге дейін бір-бірін өте қатты сыйлап, өте қатты құрметтейді. Бірақ қазіргі заманда ең бірінші махаббат болатын шығар, кейін сыйластық қалу керек деп ойлаймын. Қарым-қатынастағы бастапқы сезім мен кейінгі сезімден айырмашылық бар ма жалпы? Енді бастапқыда барлығы бір-бірінің бэкграундын білмейді. Бірінші кезде сөйлеген сөзіне, түріне, жасаған әрекетіне қарайды. Кейіннен уже сыйластық қалыптасады. Туысқандық қарым-қатынас болады. 20 жыл, 30 жыл бірге тұрған жұптар бар ғой бізде примерлер. 50 жылдық тойын жасап жатады. Ол кезде енді терең мәңгілік махаббат сол кезде туындайды деп ойлаймын. Қазір саған жүрегімді айтам. Қалайсыңдар? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Демалыстарың қалай өтті? Демалысымыз өте керемет өтті.
күнделікті кездесу болып жатыр ма екен жалпы? Конечно, 24-те жеті қасымыздамыз ғой біз. Жалпы махаббат 3 жыл жасай ма деп жатады ғой. Қалай ойлайсыздар? Махаббат 3 жыл ғана жасай ма, Мирас, әлде мәңгілік па? Махаббат екі адамның қаншалықты жұмыс жасағысы келеді, соншалықты жұмыс жасағысы келеді, соншалықты махаббат өмір сүреді. Қарым қатынастағы бастапқы сезім мен кейінгі сезімдердің айырмашылығы бар ма жалпы? Бастапқы сезім ол просто көзбен ұнатып жүресің да, көзбен ұнатып жүресің, уже адамды қалай білесің, сол уақытта жүрекпен ұната бастайсың. Жоқ, бастапқыда не, сосын сыйластық. Потом уже сыйластыққа кетеді деген сияқты.